Kabir азабы деген Құранда жоқ, тауып оқып көрсетің. Бұның барлығы халықты діннен алыстамау үшін немесе алыстату үшін шығар, бауырымыз сұрақ жіберген екен. Жалпы исламда, соның ішінде біз Ханафи мазхабында діни дәйектемелер деген мәселе күрделі мәселе, яғни діни дәлелдер деген мәселе. Ең бірінші әрине Құран дәлел болады, яғни Құраннан алынады үкімдер. Екінші хадистен алынады, үшінші ижмадан алынады, төртінші қиястан алынады, осылай кете береді. Яғни соңында ғұрыптан алынады. Яғни Ханафи мазхабы бойынша біз Құранда бір нәрсе болмағанда, соны Құранда жоқ деп орындамай қоюға хақымыз жоқ. Тіпті Құранда 5 уақыт намазға қатысты нақты үкімдерді кейбіреулер таба алмауы мүмкін. Орта намаз дейді, таң намаз дейді, кешкі намаз дейді. Сондықтан да Құран біріншіден әрине Алланың сөзі ретінде екі түрлі аяттардан тұрады. Біріншісі мұхкам аяттар, екіншісі муташабих аяттар. Муташабих аяттар дегеніміз жұрттың бәрі оның мағынасын түсінбей, сол жерден мағына шығарылады. Мәселен, Мүмин сүресінің 46 аятында Фирғауын және оның адамдары таңертеңнен кешке азапқа тасталады, азапталады. Қиямет болған кезде оларға айтылады, Фирғауын және оның жақындарын азаптың ең ауырына, оттың ең ауырына салыңдар деп айтылады деген аяттардан пайғамбардың қабір азабына қатысты ойлары, тұжырымдары шығарылған деген көзқарас бар. Пайғамбардың бір қабірдің қасынан өтіп бара жатқан кезде екі адамның азап шегіп жатқандығы туралы айтады. Екі адам азап шегіп жатыр. Біреуі сөз тасушылықтан өсек айтқандықтан, екіншісі кіші дәретін мұқият болмағандықтан деп. Сөйтіп, сол қабірдің басына барып кішкентай көшеттер тігіп, сахабалар не үшін бұл көшет тігіп жатсыз я Расулалла деген кезде, бұл көшеттер құрғағанға дейін қабірде азап шегіп жатқан азаматтардың азабы жеңілдейтінінен үміт бар деген. Сондықтан да бұған осыған қатысты немесе осындай қабір жәннат бақшалардан бір бақша, болмаса жаһаннам тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр деген сияқты, болмаса қабірде мүнкар накир періштелер сұрақ қоятындығы, сол сұраққа қатысты оған қабірдегі өмірінің, яғни барзах әлеміндегі өмірінің көрсетілетіндігі не қатысты да хадистер келеді. Сондықтан да Құранда жоқ деп қабылдамай қою, бұл құраниттер деген ағымның жақтастарының көзқарастары. Яғни тек қана Құранмен жүреміз, Құранда жоқ болатын болса, онда біз бұны істемейміз деген. Ал Құранда көптеген нәрселер мағынасы жабық болуы мүмкін, көп адамдар оны түсінбеуі мүмкін. Оны хадиспен түсіндіреді, болмаса екінші бір аятпен түсіндіреді, болмаса тәфсирлер, муфассирлер, тәфсиршілер басқа мағыналармен осылай деуі мүмкін деп Алла тағаладан жаңағы сөзіне тәфсир жасайды, яғни түсіндірме жасайды. Сондықтан да Құранда кейбір ашық болмаған нәрселерді біз жоқ деп қабылдамауға хақымыз жоқ. Сондықтан да бүгінге дейін айтылып келе жатқан пайғамбардың Бұхариде, Тирмизиде, Муслимде келетін хадистері бар. Сондықтан да біз қабір азабын жоққа шығармаймыз. Ахли сунна уәл жамаға, яғни пайғамбарымыздың жолынан жүретін жамағат қабір азабын ешқашан жоққа шығарған емес. Қабірде белгілі бір деңгейде негізгі азап, негізгі күнә, негізгі жаза қияметте махшардан кейін, Алланың алдында есеп бергеннен кейін болатын болса да, оған дейінде адамдар, тозақи адамдар, болмаса жәннати адамдар, жәннатқа баратын, болмаса тозаққа баратын адамдар өздерінің жәннаттық немесе тозақтық ләззатын немесе азабын сезетіндігін, шегетіндігін біз жаңағы түсінеміз хадистерден, аяттардан. Сондықтан да бұл нәрсені түбегейлі жоққа шығарып, бұл нәрсе Құранда демек нақты ашық айтылмаған, олай болмаса бұл нәрсе жоқ деп кесіп тастауға болмайды.